Саламатсыздар ма? Бүгін біздің кезекті сабағымыз Қытай тілін 5 минутта үйренеміз. Біз алдыңғы сабақтарда қанша тұрады деп сұрап үйрендік, сандарды үйрендік. Бүгін сол сандарды және сөздерді қолданып, дүкенде сөйлесіп көрейік. Бірінші біздің сөйлеміміз, сұрағымыз: "Чингуэн, шуэйгуо зэн мэ май?" Сұрасам болады ма? Жеміс-жидек қанша тұрады? Осы жердегі жеміс-жидек шуэйгуо. Шуэйгуо. Зэн мэ май деген, зэнмэ деген жеке алсақ, қалай? Май деген сату. Сонда қалай сатылады? Немесе ол тіке аударсаң сол. Ал егер сөз тіркесі болғандықтан бұл қанша тұрады деген мағынаны береді. Енді осы жердегі жеміс-жидектердің қытайша атауларын үйренейік. Біріншісі ниңмың, ниңмың, ниңмың. Екіншісі шилеу, шилеу, шилеу. михоутау, михоутау, михоутау.樱桃，樱桃，樱桃。梨，梨。再说一次，梨。这个是杏，杏，杏。梨子，梨子，梨子。香蕉，香蕉，香蕉。橙子，橙子，橙子。苹果，苹果，苹果。осы жеміс-жидектерді үйрендік. Енді сұраққа біз жауап беруіміз керек. Жауап ретінде сатушы бізге жеміс-жидектің атын айтып, килограммын айтып, және бағасын айтады. Мысалға, анар. 石榴1公斤10块5毛. Біз алдың сабақтарда бүтін санды өттік, Енді бүгін бүтін санға қосып, доллардың центі болған сияқты, Қытай тілінде де ана жол айттым, 1 юаньда 10 мау немесе 10 жау болады. Сол сияқты 10 юань деп бүтін айтылады, 10 юань 5 жау, нүктеден кейінгісі 5 жау немесе 5 мау. 8 юань 7 жау, 8 块 7мау деп айтса да болады. Енді біз оның бағасын білгеннен кейін, бағасы бізге қолайсыз болуы мүмкін. Сол кезде біз саудагерге айта аламыз: "Қымбат қой, маған арзанырақ беріңізші" деп саудаласамыз. Ол былай болады: "Чымы гуй?" Соншама қымбат, өте қымбат екен. "Гейо пени иден кыйма?" Маған арзандатып бере аласыз ба? "Гейо пени иден кыйма?" Гейо деген маған, пени деген арзанырақ, кыйма деген бола ма? Гейо пени иден кыйма. Саудагер егер келіссе, жарайды дейді. Хауды, хауды. Біз оған шеше, рахмет деп жауап қайтарамыз. Шеше. Енді осы сөйлемді бір диалог ретінде қарастырайық. "Чингуэн, 石榴怎么卖?" Немесе тағы бір мысал келтірейік. Киви. 请问猕猴桃怎么卖？猕猴桃1公斤12元5角，12块5毛десек те болады. 这么贵，сондай қымбат. 给我便宜一点，可以吗？маған арзанырақ беріңізші. 好的，8元7角. Сонда 12 жарым юаньнан 8-де 7 юаньға дейін түсті. Сол кезде сіз шеше дейсіз. Тағы да бір мысал. 请问樱桃怎么卖？樱桃1公斤28元5毛。这么贵，给我便宜一点，可以吗？好的，25元1公斤。谢谢. Осы мысалдарды бос орындарға қойып, дүкенде сауда-саттық істеп көріңіздер. Рахмет.